Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Сейчас у нас урок казахского языка. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қазір қандай мезгіл? Қазір қыс мезгілі. Қыс мезгілінде ауа райы қандай болады, білесіңдер ме? Олай болса, сабағымызды бастамас бұрын ауа райы туралы ән тыңдаймыз, балалар. Жаңбырлы ма, бұлтыр түнді ме, қарлы ма, күн райы қандай? Балақай, әнді тыңдап болсаң, бүгінгі ауа райы қандай болып тұр екен, айтып берші. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол не істейді. Тема сегодняшнего урока – что он делает. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем и повторяем. Бұл менің ағам. Ол футбол ойнайды. Это мой брат. Он играет в футбол. Бұл менің қарындасым. Ол сурет салады. Это моя сестра. Она рисует. Ол менің анам. Ол кітап оқиды. Это моя мама. Она читает книгу. Бұл менің әкем. Ол шахмат ойнайды. Это мой папа. Он играет в шахматы. Қане балалар, қайталаймыз. Келесі тапсырма. Сұраққа жауап береміз. Следующее задание. Отвечаем на вопросы. Ол не істейді? Қане бірінші суреттегі кім және ол не істейді? Жарайсыңдар. Бұл менің ағам. Ол футбол ойнайды. Дұрыс. Ары қарай сурет бойынша сұраққа жауап бер. Балалар, келесі тапсырма. Сұраққа жауап береміз. Ребята, следующее задание. Отвечаем на вопросы. Бұл не? Что это? Қане жауап беріп көрейік. Бұл кітап. Бұл доп. Бұл не? Жарайсың, бұл қарындаш. Бұл не? Қане жауап берші. Аталған заттардың суретін салып, боя. Балалар, келесі дыбыстарды тыңдаймыз, қайталаймыз. Ребята, слушаем и повторяем.
Ә, І, Ү, Ү, Ң, Қ, О, Ғ, Х. Балалар, бұл дыбыстар тек қазақ тіліне ғана тән дыбыстар. Ал енді дәптерлеріңді ашып, суретте көрсетілгендей сызып шығыңдар. Сызып маған жолдаңдар. Балалар, жарайсыңдар, сабаққа белсенді қатыстыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.